Уже больше 3 жылдан асты. Уже 3 жылдан асты тұрып, уже шыдамдары жетпеген екен, свет суларын тап қайға барады. Квартираға барса пәленбай сом, бір жерге тұрса пәленбай сом. Ағайын туысқан бауыры жоқ қанша мына жерде, например, балдары 5-6 бала шағасы бар. Мына жерде, например, тұрып атқан, о жерге соққан екен, бәріміздің жырымыз да, ырымыз да, бәріміздің жырымыз бір болып кетті. Жиналып алып анерге отырып бір страдать етеміз, анерге барып бір күйзелеміз. 3 жыл күйзеліс, басқа проблема жоқ бізде. Например, сол кісі, мына жаңағы кісі, неужели соны естімейді, соны естейді. Олардың әкесі мен шешесінің жер емес, олар барып, мына жер бос, мына жерге салыңыз, 100% гарантия деп сол мошенниктер, сол үлкен адамдарға сен істемесе, әкесінің шешесінің жер емес тарқатып беретін. Міне, барлығын. Енді бұл жерде қатарласасыз деп ойлаймын. Мен ойламаймын, сол Абай ауданының әкімі, сол мошенниктер жіберткізіп қойып осындай істетіп жатыр деп. Қаратау ауданының әкімі де ондай істемейді. Мен өзім Рахымбердіні жақтамаймын ешқашан, тек қана оны жаңа сынап тұрмасам. Бірақ ол да ондайға барады. Ол мынадай ғой, қараңыздар, атыңыз кім еді сіздің? Мадина. Мадина, сізде мынадай ұсыныс сұратырмыз. Біз қазір билікке қайта-қайта ұсыныс жасап жатырмыз да. Осындай жаңағы алаяқтарға ұсынып қалып, қаржыға, пирамида, анаған, мынаған, кеше обналичка, өмір халық алданатта жатады. Мадина, кейбір дамыған елдерде, соның ішінде жаңа бәріміз жақсы көретін араб елдерінің бірінде, мынадай жүйе бар да, қаржы жаңағы несі бар, инспектор бар да. Егер сіз осы жерді сатып алғыңыз келетін болса, біз ұсыныс жасап жатырмыз, қазір билікке ұсыныс жасап жатырмыз, соны заңға енгізсек деп. Сізге айтады, ешқандай операцияны екеуіңіз бірге жасай алмайсыздар, инспектордың қатысуынсыз. Сонда сіздер арнайы үйге келесіздер, ол жерде нотариус сияқты, екеуіңіз отырасыз, сол жерде ол бұны тексереді, бар ма жері, жоқ па. Өтірік болса сізге сразу айтады, қай деп, бұл кісіні сразу сөйден қамат жібереді. Сондай болса қалайсыз ба? Қалаймыз енді. Ол сіздің еркіңізді шектеп тастамай ма? Еркімізді шеттегенде енді әйтеуір қазақ халқының көңілі кең ғой. Алданбаған басым ба? Алданбаған басым деп сеніп қалады. Сол дұрыс. Не қылдайсыз жаңа қайсы? Ондай заңды жерлер қол жетімсіз өте қымбатта Қазақстанда. Мысалы 15-20 миллион жерлер. Қандай жер? Заңды жерлер да. Заңды қол жетпейді да, қолымыз жетпейді. Қарапайым халықтың қолы жетпейді ондайға. Жоқ, мысалы жер кадастры бар, алардан алдын, жер қатынасы бар. Ары кеткен кезде жаңағы қалалық әкімшілікке бағынбайтын жер инспекциясы бар. Бұл мынандай болды ғой. Бұларды осы жерде распределять етіп, балдар жаңа не алған кезде бізде әйтеуір қандай деп қарағанда ұжымның жері деді. Бозарықтағы крестьянский хозяйствоның жері тұғын, бұл қалаға қалай акиматқа өтіп, бұл қалай жаңағы земельный отношенияға өтіп кеткен. Но когда осын әйтеуір осы жерде улап-шулап бәріміз не қылған кезде крестьянский хозяйствоның жері болған. Ол каким образом оларға өткенін, енді ол представить еткен жоқ бізге документті, өздеріне қарасты жер екенін. Ол бір кеше күзде өтті ма, кеше қыста өтті ма, но 22-нің күзіне шейін крестьянский хозяйствоның жері тұғын бер. Енді крестьянский хозяйство жері болса, сізге сатқан адам, негіздік мақсат ауыл шаруашылығы болса, үйді самай ақ қоймайсыз ба? Сол ауыл шаруашылығы крестьянский хозяйствоның ішіндегі адамдар сатып жүрді, бұл жерде бөтен андайлар земельный комитетпен үйтеміз, бүйтеміз деп сояқта сыбайлас бір нәрсе жасады ма? Оған келсең, ол жердің несін еш нәрсе дей алмайсың, жер дау, жесір дауы деп еш уақытта бітпейді. Бұл Шымкент қаласында ешқандай жер нормальный документпен біткен емес. Что самал 3-ің, самал 2-ің, самал 1-ің 2000 жылдан 98-ден бастап, міне 23-ші жыл болды ма, 23-ші жылға шейін тек айқай шу, адам өлу, көп балалы қаңғу, үй бұзу, шамасы келген ақшасы барлар қалады, ақшасы жоқтар өйстіп бөжіп жүреді бәрі. Соны айқай шу шығару үшін жиналып жатыр ма қазір? Айқай шу емес. Соны қысым жасауға ма пайдаланып? Иә, соны енді барып жаңағы не жәрдем бар, бізде түсініп тұрмыз, біздікіде заңсыз екенін түсініп тұрмыз. Но бірақта енді бізде сондай алаяқтардың есіне түскеннен кейін мен сізді толық түсініп тұрмын. Сіздің күйіп тұрғаныңызды түсініп тұрмын. Мен айтып жатқаным, соны шешу үшін сұрағыңызды әкімшілікке барайық, жиналыңыздар, ішеріңізде белсенділер, бір 10 шақты адам да, жаңа қолы бостар. Сөйтіп сіздермен бірге барайық, мен өзім де барайын. Сөйтіп комиссия құрып, осы сұрақты қалай шешуге болатын жағдайына отыру керек деп ойлаймын. Шешілетін жағына. Сол комиссияның ішінде отырып өздеріңіз байқайсыздар, шешіле ме біреудің жері, ананың жері шешілмей ме? Сонда білесіздер, жаңағы арыз жазасыздар прокуратураға, олар неге істемейді, неге іздемейді деген сияқты. Бірақ шешегіде келіп бұзып кетіп, аяқ асты. Ондай болмайды ғой, ескертусіз.
мен енді қазір ештеңеге баға бере алмаймын, шынымды айтсам да. Егер ешкімдікі болмай, бес қозыны болып тұрған болса, бұзбаса да болмайды. Ішінде адам болып қалса ше. Адам қарадық дейді. Адам болған үйге тиген жоқ біздер. Өтіп бұзып кетті. Қараған жоқ, видеоларда өтірік айтып жатырмыз онда. Әкім өтірік айтып жатыр ма, басқа қылып жатыр ма, видеоларда бар ғой, барып бұзып көтеріп кетіп жатқанын. Рұқсатсыз, ескертусіз істеуге болмайды. Земельный комитеттің баласы келді. Мен 5 уақыт намаз оқимын деді. Қажылыққа барып келгем деді. Шұбар суда фундамент құйып, несін қалайын деп атқан ем. Мен деді оралманға мынаны деді қайырымдылық жасап берейін деп атқан ем деді. Ол тұрмайым деп жатыр. Баспа-бас ояқта оралман көп қой деді. Ауысайықшы сен екеуміздің жерімізді деді. Сонымен мейлі онда қалаға жақын ғой деп мен документімді ояқта қолына ұстатып, мына жердегі жерімді баспа-бас ауысқам. Сөйтіп алаяқ қорды земельныйдің комитеті апарып, ана әкімшіліктің алдына маған арыз жаздырды. Сөйтіп қолыма мынандай документ әкеп берді. Бір айдан кейін барып тексеріп қарасам, мынау фальшивый документ дейді. Сол земельныйдің ішінде Медет деген бала істеді осыны. Міне керемет. Енді осы сұрақ бойынша да жаңа Медеттің бары керемет. Сізді алдаған керемет емес. Енді сіз өз жеріңізді қайтарып алуға мүмкіншілігіңіз бар ғой, яғни. Қазір қайтарамын мен. Қазір жүгіріп жүрген 3 жыл болды. Квартирада тұрамын да 5-6 бала шағамен. Маған да қазір осы айдың аяғында квартираны босат деп жатыр. Егер сіздің айтқаныңыз рас болған болса, қазір арыз жасаңыз, сол Медет болмақ түгіл басқа болса да бұрынғы документіңіз бар емес пе? Сіз егесі деп араңыздағы мынау қазір ауыстыру бар емес пе? Сол заңсыз өтті деп күшін жояды да келісіміңіздің. Келісім нотариуста істеген бе едіңіздер? Нотариуссыз істеген осы барғанда нотариуссыз болса тем более қоясыз. Ол кісіні қайдадан ұстап процесс басталады. Бұл кісі квартирадан қалай болады? Амал жоқ қой. Амал жоқ болғанда 5-6 бала шағасын қаяқтан көшеге тастай алмайды. Жоқ, мен мына кісінің айтып жатырмын. Жаңағыдай арыз жазып, ол Медетті қудаламаса амал жоқ. Медет басқаша алып бере алмайсың. Ол ары қарап созылады дальше. Ары қарап қай жаққа, қай уақытқа ал мына кісіге шық деп жатыр. Медеттің де құқығы бар ғой. Бәлкім бұл кісінің айтып жатқан жалған шығар. Соның бәрін тексермейінше. Медет деген, Ғани деген, Ардақ деген 3 бала болды сол кезде қасына. Дұрыс, жазыңыздар. Әкімге барыңыздар. Мынау келесі айдың бар емес пе? 1-ші сәрсенбі күні қала әкімінің қабылдауы болады, білесіздер ғой? Мақсат Айтеновтың өзінде емес. Бәріңіз келіңіздер, басқарманың басшылары шешеді ғой бәрін. Айтенов келгенде де әшейін сіздерге жаңағы переводчик болып отырады, анаған шақырады да, мә істеп бер, мынаны шақырады, мә істеп бер деп. Келіңіздер, мен де сол жерде боламын. Сөйтейік те тиесілі аудан әкімдерін, басқарманың басшыларын, сол жерде прокурор болады, қаланың Ғабит. Сол жерде полицияның бастығы болады. Барлығын бір жерден ұстайтын мүмкіндік бар сіздерде. Медет деген бала Ардақ дегенді жіберген, мына жер бос, мына жер бос, осыны сатып берді. Сол Медеттің басшысы сол жерде болады. Болады. Жаңа кадастрда істейтін бе еді? Кадастр болады деген бар. Мен айтар едім, қазір енді көп жігіттің барлығы билікте көбісі сатқын да, топырақ шаша берген жоқ. Ішінде жақсы адал жігіттер де бар істейтін. Мына болады мысалы, сол қазір бүкіл қаланы реттеуге әрекетті жасап жүрген. Оны әкімге де мен әкіммен жеке кездесуім бар, сол кезде де айтып отырмын. Бүкіл жердің кадастрын реттеп алайық. Астана, Алматы ұқсап та. Қазір бүкіл қала былай жылжып тұр. Енді тиіспесін осы халыққа. Реттегенше тиіспесін, қаға барады бұл халықтар. Сіздер егер қош десеңіздер, мен бүгін хабарласайын, Нұрланға беремін хабарды. Егер әкімшілік болса, бүгін түстен кейін, қазір түстен кейін болып қалады ғой. Бүгін ақ бара беріңіздер, көпке қалдырмай. Жоқ. 100 адам барғанша бір адам келсін да. Ақыр тұрқы бара берейік дейтін баратын әкімшілік. Қазір ма? Қазір онда телефон шалайық, егер бар болса барайық. Ол жаңағы әкім қабылдап өзі түсіндірсін өзіне. Дұрыс па? Бола ма? Дұрыс. Халыққа тимесін. Заңды істеп, халықты шулатпасын, ашындырмасын. Соны қазір өзіне айтасыздар. Халықты шулатып, ашындырмасын. Құдай сақтасын. Талай халық бәрі шулап жатыр ғой, дұрыс па? Бәкеда? Неге шулап жатыр бұл бәрі? Өз ойлайшы, Қазақстан өзі жерінде шулап жатыр. Ертең мысалы басқа елде, мысалы кешегі Россия сияқты соғыс болып негізі осы кісілердің балдары бәрі кетеді ғой сол соғысқа. Оның рас. Кетеді ғой, без спроса кетеді. Үйіңізде бұзғанның бәрі сіздің балаларыңызды ұстап сол жаққа жіберуге. Иә, жібереді, соғысқа кетеді. Не дейді? Елім, жерім деп кетеді, халқым деп кетеді, жерім деп кетеді. Кәлі сол кезде. Кәлі жері кәлі сол кезде. Атыңыз кім? Зәкір болады. Зәкір. Былай ғой, өзі кедей адам ғана патриот болады. Байлар патриот болмайды шығар. Олар ақшасы бар. Кедей адамның ештеңесі жоқ болғаннан кейін өзін-өзі көңілін жұбату үшін ең болмағанда отаным бар ғой дейді. Сөйтеді сол отан үшін өледі, оның пайдасын бірақ байлар көреді. Осындай жерде бар ғой, осындай жерде оны ойламайды. Осы адамдардың, халықтың балаларын, нелерін кішірек беру керек қой, дұрыс па? Көп поддержка беру керек. Қазақстанда қазақ халқы
қаншама халық көшеде. Дұрыс, сіздікі. Жоқ, дұрыс, жетпейді, жер жетпейді, үй жоқ. Жер жетеді, мына Ташкентке қарай жер көп. Сіздерге, мысал, қарапайым халыққа барамыз ғой, жоқ, жетпей атыр, жоқ. А бірақ шеттен кіргізіп атыр қаншама халық. Оны қараңыз. Біз отырмыз, Салтанат. Салтанат, ол сұрақты, мысалы, мен өзім депутаттыққа түстім де өткенде. 10 соттық жерді алу бойынша Исақовпен бірнеше дауымыз бар. Екеуміз сөйлескен кезде ол айтқан тұғын. Инфраструктура бәрін жүргізіп болмай, біз жерді